Жақсы, онда бүгін біз сабақты одан ары жалғастырамыз. Семинар сабағымызды. Жалпылама біздің мақсатымыз сұрақтарыңызға жауап беру, сіздерменен жүзбе-жүз осы видео арқылы жүздесу, кең ауқымды сұрақтарыңызға жауап беру мақсатында біз прямой эфирге тікелей эфирге шығып отырмыз. Жалпылама біздің мақсатымыз айқын, белгілі бір бағыт бағдарымыз бар. Сіздердің сұраныстарың, өтініштеріңіз бойынша біз сабақты одан ары жалғастырамыз, семинар сабақтарды. Жалпылама біздің қазіргі заманда ой өрісі, сана сезімі әртүрлі дәрежеде дамыған адамдар бар. Ішкі түйсігі мықты адамдар бар, дарынды, шыншыл, ақиқатшыл адамдар бар. Ақиқатшыл адам және мынау рухани дамыған адамдар. Ақиқатшыл адамдар өзі рухани дамиды. Дарынды адамдардың барлығы рухани дамуы мүмкін емес, рухани көзқарасты қабылдамауы мүмкін, рухани деңгейді, Алланың барын, руханияттың барын қабылдамауы мүмкін, оған жаңағы көңіл мән бермеуі мүмкін, оған қызықпауы да мүмкін, дарынды, талантты адамдар. Бірақ ішкі түйсігі дамыған, өзі талантты, өзі дарынды, өзі ақиқатшыл адам болса, өзі тақуа адам болса, онда әрине Алланы таниды, Алланы жаратылысын іздеумен бірге Алланың өзінің бар екендігін, жаратылыстың өзі тектен-тек болмайтындығын, белгі бір құдіретті күштің болдыруменен, жасаумен болатынын түсінеді. Рухани дамыған, рухани көз ашылған адамдар. Ал біздің мақсатымыз да осы, адамдардың рухани көз ашылса екен. Адамдардың менің негізгі ой пікірім де сол, арманым да сол, адамдардың рухани көз ашылса екен, Алланы рухани көзімен таныса екен. Жалпылама материалдық әлемнен тысқары әлемнің, рухани әлемнің, болмыстың барын білсе екен деген, және оның заңдылықтарын үйренсе екен деген менде мақсаттар бар. Жалпылама өзіммен физик, табиғатты зерттейтін ғалым, физик маман болсам да, маман есімін біріншіден, екіншіден жаңағы дінтанушымын. Осы әлемдер туралы, жеке адам туралы, әлемдер туралы, әлемдегі рухани күштер, религия, мынау діндерменен әртүрлі ой өрістегі рухани ұйымдардың көзқарасын зерттейтұғын, әртүрлі діндерді зерттейтұғын дінтанушымын, және парапсихологпын, яғни Құран ілімі арқылы, руханият арқылы, материалдық әлем арқылы, оларда болып отырған өзгерістерді, адам психологиясында болып отырған өзгерісті, тылсым күштердің әсерінен болатын өзгерісті көре алатұғын. Сондай-ақ метафизикпін, тылсым дүниеменен байланыс орната алатұғын, және жаңағы параллель мирменен, мынау бізбенен параллель өмір сүретұғын болмыстарменен байланыс орната алатұғын, және оларды көре алатұғын, оларменен сұхбат құра алатұғын метафизикпін. Жалпылама психолог, педагогпін. Сонда ұлыма
осындай маман иесімін десем, демек менің айтып отырған сөздерімнің түп мағынасы бар, түбі негізгі мақсаты бар, негізгі зерттелетұғын нысаны бар, негізгі зерттейтұғын методы бар, негізгі тұжырымдамасы бар деген сөз. Қараптан қарап сөйлей беретұғын, ілімсіз білімсіз сөйлей беретұғын жандар қатарындағы жандар. Сондықтан да менің рухани көзім ашылған болғаны өзіме жақсы. Біріншіден рухани көзімнің маған ерте ашылғаны менің өзімнің өмірдегі барлық әртүрлі материалдық және рухани деңгейдегі ілім білімдерді игеруге өзіме көмегі болды. Бір жағынан жақсылығы өте көп болған болса, екінші жақтан әрине қиындығы да болады. Рухани көзің ашылған уақытта мынау басқа мына материалдық әлемнің өзі қызық болмай қалады да, бір жаңағы бір қиындығы. Материалдық әлемнен бас тартасың, көп жағдайда материалдық әлемге қызықпай қаласың. Сол жағынан мен сондай рухани көзім ерте ашылғандықтан адамдарменен араласа алмадым. Ерте жас кезімнен мен оңаша өмір сүргенді, жалғыз жүргенді, жалғыз өмір сүргенді қалаған адамын. Өйткені айналамдағы нәрселердің тек материалдық жағдайын емес, рухани жағдайын көріп отырғаннан кейін, тереңнен көріп отырғаннан кейін, мен әрдайым менде вечерге жас кезімнен ол жаңағы ойын сауық құру, немесе бір көшеде жүру деген нәрселер сірә ойыма кіріп шықпаған, ондай болмаған менде. Көшеде қыдырып жүру, жаңағы әртүрлі жерлерде жүру жаңағы көңіл көтереді. Ешқандай ондай нәрсе менің миыма кіріп шықпаған, ойыма да кіріп шықпаған. Ол жағына менің әке шешем өте қатаң түрде бізді тәрбиелеген. Жалғыз мен емес, енді үйдегі менімен бір тектес бауырларым барлығы да солай өсті. Ал енді мен мен енді оңаша жалғыздықты жақсы көріп өстім да. Жалғыз жүріп, жалғыз отырып есеп шығарам, жалғыз отырып қиялданам, ойланам, жалғыз бір бөлмеде бір өзім ұйықтаймын дегендей. Осындай менде жас кезімнен сол нәрсеге қалыптасқан адамын. Қазірлері базбаяғы жас кезінде енді көбінесе бауырлармен бірге жатасың ғой, енді бір бөлмеде жатасың. Бірақ сол кезеңнің өзінде жаңағы түнде тұрып алып, жалғыз өзім бөлек кетіп, ойланып, толғанып отыратынмын. Неге олай болды екен? Мен қазір ойланам. Сонда ойым көбінесе жаңағы сол басқа әлем туралы, жұлдыздарға қараймын, аспанға қараймын да, басқа біздерден күшті, ақылы күшті, білімі күшті адамдар бар ма екен, басқа планеталар, күшті планеталар бар ма екен, күшті цивилизация, жаңағы адамдар жасайтын жер бар ма екен деп аспан қарап ойланам. Летающий тарелкалардың менен қашан кездесетінмін, оны жоқ дейді, шынымен бар ғой деп ойланам, кішкентайымнан солай да. Немесе әзір менің қасымда тұрған періште қазір қай жерде тұрған екен деймін, көрінбей тұрса. Осындай ой пікірлер менде жас кезімде солай ойланатынмын. Не үшін адамдар ауырады, не үшін адамдар жаңағы неге. Мен енді үлкен үйде жаңағы менің енді Құдайға шүкір бар семьядан шыққан адамын, жоқшылық көрмей өскен адамын. Сонда ойланатын күшті болып жүрмейді екен, күшті киінбейді екен, күшті жаңағы үлкен үй салмайды екен. Өзіміздің үйіміз үлкен болғаннан кейін кейбір үйлерге, кішкентай үйлерге
көрген кезде ол адамдар біз жаңағы бізді қызғанышпен қарайтын, бізге қызғанатынын білмеймін ғой. Сол тепе-теңдік қалып болса екен деп ойлайтынмын да. Енді пайғамбарымыз кейіннен, сол үлкейгеннен кейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 2 бөлмелі үйде жасаған екен ғой. Мен жаңағы әкемнің үйі 16 бөлмелі үйі бар. Үлкен жаңағы 50 метрлік жаңағы ұзын мектеп сияқты үй болды. Сол үйде жасадық. Сол кезде ойлаймын, ойбай, пайғамбарымыз Мұхаммед деген атамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен үйді жасамаған, 2 бөлмелі үйде жасаған. Менің 2 үлкен үйді жасап жатырған күнә ғой. 2 бөлмелі үй жетеді, маған 2 бөлмелі үй болса болады деп солай тілейтінмін. Өйткені пайғамбарымыздан асып кеткен мен үшін ұят болады деп. Сол кездегі ой пікірлерім ғой менің. Көрдіңіз бе, сол ой пікір менде солай қалыптасты. Кезден кішкентайымнан мен байлық қумадым, байлыққа құмар болмадым, байлықты іздемедім. Жаңағы үлкен үйді өзім өскеннен кейін үлкен үйде жасаудың білемін, қандай қалай жасайтынын, қалай ол үлкен үй болатынын. Ол мені ол байлықта әкеміздің жаңағы дебет машинасы болды, Волга машинасы болды жас кезімізде. Біз сол машиналармен жүретінбіз. Ол былай одан кейін бастық болды, шофер апарып әкелетін болды студент кезімізде. Жалпылама ұлыма өмірдің өзі барлығы сынақ және сабақ болады екен ғой. Мен өзім сол кішкентай кезімнен сондай байлықта, баршылықта өскеннен кейін, адамдар жоқшылықты көрмей өскеннен кейін, жоқшылық мына жоқ адамдарды көрсем, тамақ таппай жүрген адамдарды көрсем, бір дұрыс киім кимей жүрген адамдарды, немесе ауырып жүрген адамдарды көрсем, қатты жүрегім ауырып аяйтынмын да. Сөйтіп жылайтынмын, алла тағала мына кісілер неге үлкен үй салмайды екен, мына кісілер неге үлкен үй салса екен, жаңағыдай бай болып жасаса екен, ауырмаса екен, жақсы киініп әдемі болып жүрсе екен деп солай ойлайтынмын жас кезімде. Ал бұл енді өмірдің тағдырды, өмірді көре-көре көсем боласың дегендей, көре-көре көсем боласың деген жас кездегі ой пікір ғой. Енді қазіргі кезде оны не себептен ондай болатынын, не себептен олай болып жататынын қазіргі кезде білеміз ғой. Барлық адам тең бола алмайтынын, тең болу мүмкін еместігін, ол коммунизм құрамыз, барлық адам тең қыламыз деп СССР заманында сондай ұрамен өмір сүрген адамдардың қоғам болды, сондай өмір сүруге ұмтылдық жас кезімізде. СССР заманында, жалпылама СССР-дың жаңағы ұрандарының бірі коммунизм құрамыз деген. Бірақ бәрібір құра алмады. Айналып келгенде СССР тарқалып коммунизм құрып кетті ғой. Әр мемлекет өзінің егемендігін алды. Егемендігін ала отырып және капиталистік көзқарасты дамытты. Әркім өзі талап ету керек, істеу керек, өз нанын өзі тауып жеу керек деген. Жалпылама біздің сонда санамыз бірдей ме екен? Әрине санамыз бірдей емес. Әр адамның сана сезімі бірдей емес. Мысалы, кей адамдар жаңағы менің сана сезімім сондай болды. Жас кезімде мен рухани көзқараста дамытқан, рухани әрбір нәрсені тереңнен үңілетұғын, тереңнен ойланатұғын қыз болып өстім. Мысалы, мен математикаға қатты қызығып, есептер, физика, химияның есептеріне қызығып есеп шығаратынмын. Көп уақыт түнде ұйқым келмесе тұрып алып есеп шығаратынмын. Бұрын қазір ертеңге берген тапсырмадан бөлек өтілмеген темалардың есептерін шығатын едім. Есептің ізін есеп шығаратын адамдар жақсы біледі. Бір есепке қызығып түсіп кетсең, сол есептің ізінде қумалап кете бересің. Соның ақиқи шешімін табу үшін
қаншама уақыт кетеді, қаншама формулаларды жазасың, есептерді шығарасың, теңдеулерді шығарасың. Сөйтіп уақыт өткен білмей қаласың. Менің де көбінесе жас кезімде солай болды. Ал енді мынау Құранды қолыма алғалы бері, Құранда жаңағы көптеген аяттарды оқып отырған кезде, Құранда аяттардың астары тереңде жатқанын түсіндім да. Сол 1990 жылдан бастап қолыма Құран алып оқыдым дедім ғой. Енді 1990 жылы мен 25 жаста боламын. Сол 25 жасымда 90 жылы СССР заманы ол кезде. Мен мектеп мұғалімімін. Ол кезде дін туралы, Құдай туралы, Құран туралы айтуға болмайтын заман. Ал мен сол кезде қолыма Құран алып оқып, соны уағыздап, жаңағы хиджабты киіп, басыма ақ орамал салып, қыз болып жүріп, және ем жасап, дәрет алуды, намаз оқуды үйретіп жүрген болсам, сол кезде Құран оқыған кезде бір күні қызық, Құранды оқисың, бір күні былай түсінем, ертесін басқаша түсінем, арғы күні басқаша түсінем. Маған не болған, миым істемей қалған ба, қалай болып кетті өзі деп өзім таң қалам да. Сөйтсем кейіннен түсіндім, ол мендегі нәрсе емес, ол Құранның өзі астарлы ақиқаты кең, үлкен жаңағы ғылымға негізделгенін кейіннен түсіндім ғой. Соны түсінгеннен кейін сол Құранды қолымнан тастамадым. Оқисың, мағынасы, бүгін бір нәрсені түсінсек, ертең басқаша мағынасын түсінеміз. Осылай білімді, Құран ғылымы деген шексіз, білім шексіз екені өз басынан өткергеннен кейін мен әрдайым жаңағы соның бәрін өзімде жүрегімде тоқып, өзімде басымнан өз басым сезініп келген болсам, енді жалпылама көп адамдар осындай білімнен хабар болмағандықтан кейбір жағдайда әр нәрсені жазып сұрай береді, сұрайтын адамдар болады, түсінбей сұрайтын болады, соны өтірік деп жазатындар болады. Сондықтан да жалпылама аз да болса да, иненің тамшысындай болса да, мен түсіндіріп бастап жүрмін. Жалпылама өзім алдыма келген сеансқа қатынасқан, менің рухани сауықтыру сеанстарыма қатынасатын адамдарға бұл туралы айтамын. Бірақ жалпылама көп адамдар жаңағы сіздер сияқты адамдар мысалға хабарласып айтып бір-екі ауыз түсіндіріп жіберсеңіз дегеннен кейін әрине түсіндіреміз. Осы біздің каналымыздан көріп біліп алсаңыздар болады. Осы кезге дейін біз исламның тікелей жаңағы